Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықлар информациялық бағдарламасы. Іслермен бай болса, халық бай болады. Осы принцип негізінде елімізде бизнес уәкілдерін қоллап қуатлауға айрықша көңіл бөлінген. Жаңа жұмыс орынларын жаратқан аймақ инфраструктураларын рауажландыруға үлес қосып отырған іспермелерді қошаметлеу мақсатында Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасы тарапынан ұшырасулар өткерілмекте. Толығырақ қазіргі сюжетімізде. Бүгінгі күнде салықшы ісперлерменге хақиқи көмекшіге айланды. Бизнес уәкілдеріне қаратылып отырған айрықша этибар негізінде болса, еліміздің экономикасын жоғарылату мақсаты жамленген. Соңғы уақытлары ісперлерлікті рауажландыру бағдарындағы жаңалықлар өзгерістер оғада көп. Һәм бұны ісперлерлерге жеткеру, олардың бұннан үнемлі пайдалануына бағдарлау баслы мақсат. Елі қала районда өткерілген ұшырасуға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі, Республика салық басқармасы басшылары қатынасып, ісперлерлер мен ашық сәуетлесті пікір алмасылды, ұсыныстар тыңланды. Тікелей президентіміздің қолап қуатлауыменен бизнес уәкілдеріне қаратылған этибар һәм ғамқорлық негізінде реал нәтижелер көзге тасланады. Мысалы, ісперлерлер санының артуы, жаңа жұмыс орындарының жаратылуы сөзімізге мысал. Осы күні аймақтың инфраструктурасының жаңалануына үлес қосып атырған ісперлерлер қошаметленді. Жәмиятымыздың асаси фаалияттары құрылыш фаалияты болып, көп қабатлы үй-жайларны құрып, халыққа yetkazib berilmoqda. Hozirgi kunda jamiyatimiz barqarorlik reytingida yuqori reytingda turibdi. Buning afzalliklari juda ko'p. Soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarilishda ko'p afzalliklari mavjud. Bugungi kunda soliq boshqarmasi tomonidan tashakkurnoma berilyapti. Soliq boshqarmasiga minnatdorligimizni bildiramiz. Ұшырасуда 100-ге шамалас ісперлерлер қатынасқанлығын есапқа алсақ, осыншама мұражат тыңланып, олардың іскерлігінің кеңеюіне һәм жаңа жұмыс орындарының ашылуына имканият жаратылды дегені. Бұл бағдардағы илажлар орындарда давам етеді.